Кім соңғы шығады мастердан? Қай жерде тығыласың бұл жерде? Мына жақта охранник жүр екен. Видео записывать у нас нельзя, выключайте. Это же общественное место. Всем салам, короче, біз деген бүкіл өзіміздің командамызбен жиналдық та бір ролик түсіруге келдік, короче. Қандай ролик деп ойласаңдар? Кім соңғы шығады мастердан? Кім соңғы шығады соған 100 мың теңге беремін, бірақ та мен деген өтірік айтамын да, 5 мың теңге беремін. Короче, қазір сағат 9-да жабылады спортмастер деген. Ал біз 8-де келіп алдық. 10-да жабылады ма, 9-да жабылады ма? 10-да. Короче, 1 сағат күтеміз қазір. Ана жақта Жансая мен Саша алып кетіп жүр. Бұл Жансая мен Саша инстаграмдарына подписаться етіп кетіңдер. Вообще-то мне надо Cartier. Cartier мен Bugatti, ой, Tiffany'ге подписаться етіп кетіңдер. Дайынсыңдар ма тығылуға? Қай жаққа тығыламын деп ойлайсыңдар? Да, я не знаю, вообще. Можно же гардеробка тығылуға? Да, ашла давай. Если ашылмаса, то ладно. Короче, сейчас пойдем искать кеттік. В общем, короче, осы видеода қатысқан барлық адамдардың инстаграмдарына подписаться етіп қойыңдар, өйткені осы келесі видео шыққанға дейін біз деген инстаграмда историяда мынандай знак көрсететін боламыз. И кім сол знакты тауып бірінші скринға түсіріп жібереді, соған 5 мың теңге жібереміз. Историяларды қарауға ұмытпаңдар. Қай жерде тығыласың бұл жерде? Короче, девочки, знаешь, что мы можем мягким шишем? Сам же нахуй мы коктейль. Короче, біз нәзіге тығыламыз. Біз тығыламыз. Аян ғана шығып тұрады. Қайтып көру керек. Қарамайды ғой. Зерттеп болды. Енді қазір қашамыз. Яблайны алған кезде кіреміз. Что там өздеріңе орын көріп алдыңдар ма? Ау? Орын көріп алдыңдар ма өздеріңе? Там орын жоқ. Сендерге, да, ладно, мы нам себе придумали, но там вообще орын жоқ. Үшін қазір 10 минут қалды деп отыр жабылуға. Біз деген қазір рокет екенбіз жүріп баратам камерант. Касса магазина закрыта, вид, короче. Бірдеңке көріп шығамын, просто дедім закрып кеттім. Сука, аналар кіре алмай қалмай ма? Мына жақта охранник жүр еще. Кетіп бір киім алайық та гардеробқа кіре салайықшы. Короче, вертите қарап тұр бізге. Потом уже нам сказали, что 5 минуттан кейін уже жабады деп. Нам надо аяқ киімін шешу керек, да? Да, нет, там надо выбрать, примерить. Короче, вот носки не жүрміз. У нее белые носки просто. Рюкзагымды кассаға апар деп, бірақ апарған жоқпын. Кетіп қалдым, бұрылып жатты жолдан. Киімдердің арасына кіріп кеттім деп тұр примерно. Мен просто мына жерде отыра саламын. Да, бірақ не вариант сияқты отырған. Өтірік музыка тыңдап жүргенде наушнигімді киіп алайыншы. Все, хорошо, сейчас. Не стыдно. Мне может она кімдермен, сатушылармен договориться этим. Возможно, даже опыт самолетом. Тимур. Біз уже отырмыз. Кроссовкиміз қойып қойғанбыз. Вот наша комната. Ключ. Второй этажда. Короче, мен қазір киімдердің арасына отыра салайын деп тұрмын. Можно, пожалуйста, я немного 10 минут похожу, пока полностью закроется. А почему 10 минут? С друзьями не играю. Извините, у нас здесь нельзя никаких игр. Ты свою сумку будешь? Да, можете спокойно проверить. Просто играем. Согласись. Пиздец, это было. Барса, тез талса мен шығайын деп отыр. Мен уже 2 рет қолады. Блин, адамдар чып. Блядь, заебал. Мені, короче, ең бірінші шығарып жіберді. Бізге ертерек кіру керек еді,
кішкене. Біз көп жүріп қалдық та. И мені, короче, шаржыр. Шықсын деп, короче. It was at this moment that he knew. He fucked up. Что, гоните, что ли? Ребята, вы со странностями, что ли? Вас же попросили, чтобы вы вышли с магазина. Магазин закрывается. А можно мы там посидим? Нельзя. Ну вы типа нас не увидели. Да. Мы тут просто Нельзя. никак. Блин, просто мы проиграли самый первый. А зачем прятаться? Вы мне скажите, зачем прятаться? Мы ходим, ребята, все, я магазин закрываю. Видео записывать у нас нельзя, выключайте. Это же общественное место. Что за приколы? Это, ну, в Ютубе посмотрите. Мы последний шаг. Мы последний шаг. Короче, по факту без последний. Да. По факту. Да, на торцёкара. Эй. Аналар қуанып шығып келатыр. Мынау не то, мынау болмайды. Біздің 10 теңгеміз қайда? Біз дальше ойнайтын боламыз. Пока торговый центр не закроется и кім соңғы шығар. Ну, не то қалды, ну, біз сразу шығар жерді. Біз күшті жатқанбыз. Короче, қазір бүкіл торговый центрға бөлінеміз да. Торговый центрдан кім соңғы шығар деген сұрамыз. По идее, мы спортмастера сам. По идее, сендер жеңдіңдер, иә. Да, по идее, мы уже выиграли. Мы же говорили. Қазір көреміз. Просто біз мы... До конца. Давай. Все, бөлініп кеттік, жігіттер. Қайда түскен оптимально деп ойлайсың қазір? Ең үстіне көтеріліп бар ғой. Асықпай астына түсу керек қой. Иә. Короче, друзья, мы с лифтқа келдік. Мы сейчас будем чисто просто ходить, стоять. Тут охранники очень крутые просто. Очень добрые, Да. но это потому что мы идем типа в кино, которое работает до 2-3 часов ночи. О, да, Тимон телефон, если что. Головой. Вот чехола. Там сандалянда. Ну, телефон сатамыз. Реально сюда идите. Блять, мына охранник заебал ма. Кино жақта жүрсек біз жеңілмейміз деп ойлаймын, өйткені кино примерно 1-2-ге дейін істейді. Короче, почти барлық жер жауып отыр. Үстіне көтерілеміз. Бір 20 минуттай жүреміз. Потом технодом. Ашық тұрса технодомға кіріп кетеміз. Астыда Саша мен Жансая жүр. Улелей бар. Мына жерде туалет бар ма үстінде? Бар екен. Бір кішкене интересный жерге тоғылайықшы, туалет деген теңге сияқты. Менің ойымша. Бля, бәрі үстіне келе отыр ғой, жам болса. Бәрінің миы бір-бірдей жұмыс істейді екен, ә? Короче, там есть охранник. Он бы знал, что он там жир. Он даже в кино с нами сидел. Оказывается. Я видела басқа тени, которые была. А, секрет. Ана екеуінің қалың үйін. Короче, екеуі бірінші салға өткіз. Короче, менің ойымша, ана неге кіріп кетейік па деп тұр. Служебное помещение тұрайын ақташы. Соның ішіне кіріп кетсекші. Либо кинотеатрдың бір залына кіріп кетсекші. Служебный вход табу керек кинотеатрға вообще. Служебный вход табу. Без билета кіріп кету керек. Короче, қазір нәрсе бар. Есік тұр. Бұл кинозал ғой. Кеттік. Адамдар бар. Нахуя. Тексеріп тұратын адам жоқ па? Жоқ қойды. Жоқым. Фильмға кіріп кеттік. Короче, примерно бізде 1-2 сағат бар ғой, по-любому, иә? Все, давайте. Давай. Телефон жоқ. Телефон сатамыз. Кіріп кетпей жаршы. Сұмдыға тастамасын. Салем, Дэнс. Это бізді влог түсіріп жатыр. Короче, наш план такой. Мы сейчас охранника займет танцев койдук.
Артымызда жүрген охранник енді біз артымыздан қалмайды. Я вам отвечаю. Он влюбился. Он влюбился. Он нас реально зовет. Яд. Он такой тупой, но сори, если сюда с видео қарап отырсаңыз, конечно, сори, но зачем так делаете? Мен шығам. Алдына бірдеңе алып алайын. Ана охранник міне қада екен. Короче, Джамбоға негізі менімен жүру невыгодно. Не үшін менімен? Сен ол менен жүрген. Безімізден кім алады? Көреміз ғой, есіктен кім соңғы шығады, сол алады. Мен шығам. Күресеміз екенбіз. Я победил. Выходите из кинотеатра, это нечестно. Мы Вообще нечестно. Да, мы сейчас охрана, мы Ерик как сиреп, короче. Увидят смело. Короче, зачем не скидывают? Прямое включение. Мына жақта отыруға болады шығар, иә? Мен шықтым, рок кеп қалды. Чинак кеу. Шына охранник заебал шығар жоқ. Короче, мен мына жерде отырмын. Шығуға кім соңғы шығады деді ғой, короче. Мен соңғы типа шыққан жоқпын ғой мен яқтан. Уже адамдар шығып жатыр. Өсіп шығып жатыр, мен шығып тұрған жоқпын. Короче, кино бітті. Біз шығайын деп жатырмыз. Кеттік ана кімдерді, Сашаларды көремізге бар. Пока что отырмыз. Осы ағай подписаться етті каналға. Бізге бірдеңе істеп алу керек еді, соңғы шоу үшін не істесек болады? До конца отыра беру керек еді. Қай жақта отырамыз до конца? Тағы бір киноға кіріп кетеміз. Или қыз болып қалады. Ана охранник қайда жүр екен, сол қызық болып тұр ма? Ана жақта по-любому қазір Рокет пен қыздар отыр. Соларға барып берейік енді. Рокетті қарызағанда отқан. Звук естілу үшін жұртына. Болады тиктокқа. Мына жердің охраннигі Жансая мен Сашалармен танысылған ғой. Өзің келесің бе? Звондап жатыр. Алло? Он заблокировал. Короче, только что позвонил. И у него единица сразу квадрат. Да, единица смешно. Вы на самом деле транс. Транс, сори, ағай. О, орден. Тарсенікінен екен. Салыстырасың ба? Короче, Сашаларды бірге ден ғана жіберген. Біз деген күтеміз, короче, бірге дейін. Бірден асып кетсе олар кетіп қалады да, біз соңғы шығамыз. По идее, мы выиграли. По идее, я. Для интереса көрейік та? Давайте. Скейтің қайда? Сумкам қайда? Бәрі алды. Қай этаждасыз? Жарайды. Аман болыңыз. Мен марттан шығайын жатырмын ғой. Короче, қазір екінші тұрға түсеміз да, кім охранникке соңғы ұсталады, кімді далаға шығарып жібереді, соңғы сол отатын болады. О үшін Жансая мен Саша от кетті негізіше. Енді біз балалармен жарысамыз да 3000 теңгеге ойнайтын боламыз. Кім ұтады, короче, 3000 теңгені алып кететін болады. Кеттік, бөліндік, пацаны. No вагон, no подгон, а что только новые вещи. Сенеге бәрі хуйта деп қояды. Короче, мына жақта ешкім жоқ. Тек қана ана жақта уборщица ғана бар. Не істейміз төмен? Шығып кетеміз ғой, потом сразу. Похуй, бөліп алады ғой. Аға жүре тұрсақ бола ма десе. В общем, қазір ана жақта охрана отыр, вон там тоже охрана. Окей, жастар ғана қалдық бұл мына жақта. Өшіріп сандыршы сендер камераларын. Кірген сендердікі болды. Короче, міне біздің видеомыз осылай болып жатыр. Қазір кім Рокет пен Джамбо, короче, таласып отыр 3000 теңгеге. По факту негізі спортмастерден кім шығады деген жерде Саша мен кім алып тұр ғой? Жансая алып тұр ғой ақшанышы. Так что кім мен Рокет пен Джамбоға обидно болмас үшін оларға да сондай ойын ұйымдастырып жіберейін дедім. Қазір екеуі қығылып, короче, жүр мына жақта. Эльдар және де Чино.
Че там неше болдық күтіп отқандарга? Бір сағат болды. Қазір ансаймен Саша шығу керек. Короче, нағыздар отты бізде 5000 теңгені құтты болсын, Саша. Саған да 5000 теңге, наған да 5000 теңге. Там, короче, 5000 теңгеге не істейсің? 5000 теңгеге көп нәрсе аламын, дарит, салафи. Мен ақшам көп болған кезде, короче, мен андай видео түсіремін. Жансая 30 000 теңге не алады. Мен 30 000 теңгеге алады. Саша 30 000 теңге не алады деген видео түсіремін. Шына? Көрейік. Чина мен Эльдар, они проиграли. Короче, самые первые вышли просто так. Кетті. Сашаға жібермейді, қараш. Сонса маған каспиға жібер. Все, пока, Короче, все. Енді қазір Джамбо мен Рокет, короче, 3000 теңгеге таласып жатыр. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? В общем, қараңдар, Рокет не істеп отыр. Кім шықты? Бірге? Застығыпты. В общем, короче, бұл жігіттерге 3000 теңге жіберемін мен қазір. Сонда 1000 жарымнан бөліп алайын деп тұрсың ғой? Иә. Достық жеңді. Достық ұтты дейді ғой. Достық ұтты. Қызға мен солай. Все, біздің видеоға лайк басуды ұмытпаңдар, және де подписаться етуді ұмытпаңдар. Және де біздің видеоға не істеу керек, Жансая? Подписаться ету керек, комментарий жазу керек, лайк басу керек. Қалай жинау керек? И инстаграмдарымызға бәріміздің подписаться ету керек. Happy end! Бәріңе рахмет, көргендеріңе подписация етіп лайк басуды ұмытпаңдар. Комментарийға жазуды ұмытпаңдар. Біздің инстаграмдарға подписация етуді ұмытпаңдар. Главное, біздің инстаграм. Да, мы выиграли. Я еще вам говорила то, что если это видео наберет 5 или 10 тысяч лайков, то в следующем видео появимся мы. А так мы не появимся. Соңғы видеолар бұлардың. Короче, если вы хотите бізді көрге, тогда комментариях жазыңдар. Типа не красиво Бугатти, если вы хотите, то разные. Как тебе видео? Подожди, тебе понравилось видео? Я.